Байқасаңыз, шам мен камера қозғалып тұрған жоқ. Өйткені мен оларды әлі белгілемедім. Тек сары қоршау болса ғана ол зат белгіленді дегенді білдіреді. Ал бұларда сары қоршау жоқ. Оларды белгілеу үшін жай ғана тышқанның сол жақ батырмасын басамын. Немесе кез келген жерден сол жақ батырманы басып тұрып, жібермей, төрт бұрышты сол затқа тигізгенше сырғытып әкелемін. Байқасаңыз, кубтан сары қоршау жоқ болып кетті, ал шамда пайда болды. Енді шам ғана қозғалады, қалғаны өзгермейді. Ал камераға бассам, дәл солай. Белгілеуді алып тастау. Бос жерге бассам, белгілеуді барлығынан да алып тастаймын. Немесе Alt-A-ді басамын. Енді мен ешқайсысын да қозғалта алмаймын. Өйткені еш нәрсе белгіленіп тұрған жоқ. Бірнеше затты белгілеу. Ал егер мен бірнеше затты бір уақытта қозғалтқым келсе, Shift-ті басып тұрып, әрқайсысын басып шығамын. Немесе төрт бұрышты қажет заттарға ғана сырғытып тигіземін. Сонда менде бірнеше зат белгіленіп, олар сары сызықпен қоршалады. Ал барлығын белгілеу үшін A батырмасын бассам да болады. Барлығын белгіленгенде мен R-ді, G-ді, немесе S батырмасын басып, сәйкесінше барлығына бірдей өзгеріс жасай аламын. Кубқа қайта басып, тек кубты белгілеймін, басқалардан белгілеу түседі.